новичоктар подходы қандай, опытныйлардың подходы қалай? Менде қыз бар, тендерщик сатты, ұсаным соғысады, до конца барам, осыны қабылдатқызамын дейді ғой. Менде басында кейінде бастаған кезде заказчикпен қырсып, соттасам, біз бүйтеміз деп постоянно солай істейтін. Принципиально келді. Иә, мойындаш сенікі дұрыс емес қой дейді анау, ұялғаны. Иә, дұрыс емес. Қабылдады да, ақша төлеп тастады. Ана чемодан жапқаннан кейін болды ғой, уже баста границаға бәрі шешіліп тастады ғой. И постепенно уже системаны білгеннен кейін, мысалы 2 адам 30 миллион жапса, 4 адам 60 миллион жабуы мүмкін. Арасында енді факаптар болды, тоже болды. Без этого никак да. Қарызға тоже кіріп кеттік, арасында 100 триллион теңге депозитный счеттарда жатыр да адамдардың. Солардан шығаруға болады. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде ерекше форматтағы подкаст. Яғни тендер әлемінде, именно тендерде жақсы нәтижеге жеткен бізде бизнесмендер бар, және өте көп. Мысалы, мен жеке өзім көптеген таныстардан естисің ғой. Мен танысым коттедж алды, үй алды, бизнес ашып алды. Сол кезде қалай соған жетті деген кезде, тендер арқылы деп бастайды. Там құрылыс компаниясы болды, товар поставка жасады деген сияқты. Сол бизнесменнің бірі, мен өте сыйлайтын, бізде бүгін қонақта Ұлықбек Мырза. Сол тендер арқылы дәл қазіргі статусы өзінің бизнестері бар. Соның бірі бұл инвестор, және көбінесе тендерштерге инвестиция салу арқылы қазір өзінің пайдасын алып жатыр. Дивиденд. Осы байқағаным айтпақшы құттықтап қойсақ болады. Жақында тек қана осы инвестицияның дивидендіне машина алған, құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Рахмет бәке шақырғаныңыз үшін. Өте бір ерекше формат болып тұр. На самом деле. Біз енді тендердан көтерілгенбіз, солай деп айтса да болады. Тендер арқылы, Аллаға шүкір, Алланың қалауымен жақсы жетістіктерге жеттік. Инвестициямен айналысамыз, өзіміздің бизнестарымыз бар. Сол енді қазіргі таңда сол инвестиция арқылы основной доходын, үлкен доходын инвестиция, то есть инвестиции в тендерные проекты, то есть государственные проекты. Сол. Енді тендерға негізі қалай келгенбіз, сол енді бәріне қызық қой. Тендерға келуін себебі енді әрбір адам жас болғанбыз о кезде. Енді әрбір достойный еркісінің басында нормальный ақша табу ғой. Любой еркісінің басында, енді нормально да, психологически здоровый адамның басында сол вопрос, достойный ақша табу. 2016 жыл ағам Алишер, көбісі біледі, марқұм бұл өмірден өтті 2020 жыл коронавирус арқылы. Сол ағам екеуміз бастағанбыз тендерді. Тендерға келуден алдын біздің өзіміздің кішкентай бизнесіміз болған. Бизнес болғанда грузозахватное приспособление дейді. Строп, чалки, трос, сондай товарларды, строптарды өзіміз шығарар едік, производствомыз болған. Енді кішкентай, үлкен производство емес. Нацкомпаниялармен біз істемегенбіз, контракттарымыз болмаған. ТПХ дегендер бар ғой, товаропроизводительный холдинг. Ондай болмаған бізде, өзіміз сертификатымыз болған. И кішкентай сол строительный компанияларға поставка жасағанбыз. И енді любой бизнесмен да, о кезде бизнесмен деп мен өзім есептемесем, өйткені предприниматель. Предприниматель мен бизнесменнің разницасы бар. Предприниматель, когда он сам бәрін өзі істейді. Бизнесменде бәрі отделдары бар, уже қойылған адамдар, сонымен айырмашылығы бар. О кезде енді біз бір определенный потолокқа жеттік та. Потолокқа жеттік, доход, табысымыз өспей жатыр. Не істесек болады, енді әрбір предпринимательдің қанында бар ғой. Бірден іздену, не істесек болады, қандай темкаларға көруге болады деп та. Жаспыз ғой. Жас болғанда, чтобы сіздер білулеріңіз үшін, қазір мысалға мен ондай бәр теманы изучать етіп, десет етпеймін да. О кезде қандай направление болса, изучать етіп, десет ететін едік та біз. Қай жерде тез ақша көтеруге болады? Иә. И ол жастарда болу керек та ол нәрсе. Кім сол жас кезінен, жас деп айтып жатыр, маған ол кезде 23-тедім мен тендерларын изучать еткен кезде. Жас балайымды қазір, мысалы 30-дан мен. Осы бір сұрақ. Сол кезде бизнеспен айналысып жатырсыз ғой, сол өзіңіз сезіндіңіз ғой, бір потолокқа тірелдім. Бірінші сумма, және ол қандай сумма, және қалай сезілді ол потолокқа тірелді, бір дискомфорт болды ма? Не ғой,
кассовый разрыв. Кассовый разрыв. Как раз сол жылдары ағам үйленді, сіңлім үйленді. Жетпей жатыр ақша. Жетпей жатыр, иә. Спрос көбейіп Иә, жатыр. спрос көбейіп жатыр, ақша жоқ. Вроде предпринимательсің, туыстарың вроде білет, бір темка істеп жүрсің, бірақ ақша жетпейді. Сол. И бір направление изучать ете бастадық. Ағам екеуміз. Сол бір жақсы эксперт сол кезде болған. Сол кісінің мастер-классына барып, бірдеңені қосып айтайын. Мен үйдегілерім, мамам, папам сенбеген. Балам, ой, папам айтқан. Сол именно қандай сөздер айтылды? Балам, ой, қойшы деді, ол қандай, государственның счетына тұрған ақшаны шығару қиын деді. Енді сондай понимание болған ғой, бумажный тендер болған басында, откатпен алатын еді, договориться етіп алатын еді, бәрі уже электронды болғаннан кейін, бәрі открыто болғаннан кейін, ол жерде уже вероятность выигрыша, вероятность ұтып алу проект көп өсті да, действительно. Көзің жетті уже. Иә. Енді, как говорится, әке шешеңде даже сомневаться етсе, оған қарау керек емес. Сомневаться ететіндер көп болады. Туыстарымыз тоже сомневаться еткен болғанда сонда адамдар. Типа, үлкен ақша не вам деп та. Бұл жерде қосып кетейін. Енді Совет Союзының несі ғой, бір ұстанымдары. Ол кезде нақты мемлекет обеспечить етеді, қамтамасыз етіп береді. Диплом аласың, бір заводқа барасың, сол жаққа пенсияға жұмыс жасайсың, лишний налево направо деген болмайды, пенсияға шығасың, сол пенсияда отырасың. Бұл жақта уже жаңа нәрсе да. Олардың стабильный өзінің ақшалары бар ғой. Енді одан 10 есе, может, 20 есе көп табу керексің, олар үшін мүмкін емес сияқты. Деген сияқты. Оны система деп айтылады. Жүйе. Советский Союздың енді несі, системасы, сол системаның ішіне адамдарды кіргізу, чтобы адамдар басқа направленияларға фокусын кеткізбеу үшін да. Вот. Далее сол оқыдық, знания алдық, прям сабақ кезінде 2 тендер ұттық, ценовое предложение. Кішкентай тендерлар, 2 миллион, сосын 5 миллион ұттық. Енді о кезде поставка Россиядан болды. Ең бірінші тендеріңіз қандай болды? Ең бірінші тендер біз поликлиникаға фильтр қойғанбыз, воздушный фильтр. Сол бірінші тендер, очень енді көп андай переживание болған. Күшті сезімдер. Екінші тендер біз точно білем, Астана тазалық. Соған қойдық. Астана тазалық, металлический щетки болады. Ана өздерінің техникалары. Иә, білем. Айналдырады. Иә. Соны Ресейден алып келді. Бізде поставка жасағанбыз. Иә, соны. Сосын енді сол проекттарға өзіміздің ақшамызды салдық. Как достойный предприниматель, риск істеп, бірінші болып сол. Одан алдын енді Ресеймен жұмыс жасағанбыз. Өзіміздің материалымыз. Бірақ тендерда сол екі проектімізді, мысалы көбісі, мен білем, Қазақстанда көп та компаниялар. Вот сіздерге де тоже наблюдай, Қазақстаннан аласыздар, Ironplast'tan аласыздар товар. Ironplast? Астанада өткенде сториста шығардыңыздар. Астанада олар. Немі сантехника ма? Иә. Біз вообще сонша проектіміз болған, вообще Қазақстаннан алмағанбыз. Ресей, Қытай, Европа, сол 3 направление Қазақстаннан алмағанбыз. Тікелей зауыттың өзінен шығасыз. Иә, оны қазір түсіндіріп айтамын тоже. Далее біз өзіміздің ақшаны салдық, проект ақша жетпей жатыр. Енді сол кезде наставнигіміз болған, біз кімде оқыған болсақ, сол кісіге айтамыз, аға енді осылай ақшамыз жоқ басқа. Болды да уже, рамкадамыз. Ол кісі айтады, конкурсқа кіріңдер, мен сіздерге поддержка берем дейді. Открытый конкурс. Открытый конкурс. Ол жерде үлкен ақша, конкуренция меньше. И біз конкурсқа кіреміз. Сол кісі. Ешқандай контракт, ештеңені, просто сөз үшін конкурсқа кірдік. Үшінші біздің проектіміз Министерство юстиции 30 миллион. Үшінші проектіміз 30 миллионға алдық. Ол кезде папамның сомнениясын мен көрдім. Ол кезде. 30 миллион, для вашего понимания, ол кезде курс қанша где-то 300 ба, сондай ғой? 300. Қазір сонда 70-80 миллион болып тұр ғой? Иә. 70-80, $100 мың ғой. 30 миллион. Қазір курс өскеніне қарағанда. Иә. Получается,
папам енді көрді да контрактын. Сумма үлкен. И сомнениесі больше болды. Маған айтып отырады папам, ағам айтып отыр, ақшаны қайдан аласыңдар. А бізге көп ақша керек емес. 11 миллион 500 мың керек товарға. Ресейден заказ жасағанбыз. Криминалистические чемоданы деп айтылады. И бұл өте ускоренный проект болған. 5 март контракт алдық, 20 март жаптық. Бәрі товар Ресейден келген. Бәрі товар. Қазір ол проекттің қандай қиыншылықтары болған, бәрін түсіндіріп айтамын. Папамның сомнениесіне келейік. Сомнение ұстайды. Ақша балам таба алмайсыңдар дейді. Бірінші сұрақ. Жаңа товарды сіз білетін бе оған дейін? Жоқ. Ол не екен? Сол тендерде характеристика бойынша. Иә. То есть в моменте, да, сен в моменте эксперт болып кете бересің, да? Но не екен деп, да? И папамның сомнениесіне келейік. Негізі сіздерге біреу сомнение ұстаса, тем более жақын адамдар. Адамдар екі түрге бөлінеді ғой. Біреулер сразу задней береді, сынады. Біреулер наоборот сол сомнениеға мотивация алады. Вот. Күшті. Біздің задачамыз папаға доказать ету болды ғой. То, что это реально. И өзіміздің наставникқа шығамыз. Айтады, контрактын жіберіңдер дейді. Контрактын жібердік. Бізге инвестор тауып берді. Ұлықбек Ахметов деген кісіден алдық. Мен тезкам тоже алматылық. 11 миллион 500 мың. Сол кезде Санжар деген админ болатын еді. Астана филиалына жауап беретін. Сол кісі біздің наставник айтты, сол кісіге шығыңдар деді. Сол кісіге звондадым. Ол кісі айтты, осы офисімізге келіңіздер деді. Винокста болатын еді ол кезде офистар. Келдік түнде ағам екеуміз. Қар жауып тұр. Есімде, бәрі есімде бар. Аллаға шүкір, өте прям такой керемет кездер еді. Келдік. Расписка жаздық. Ешқандай медиативное соглашение, нотариальный ешқандай. Ол кезде доверенді мықты ғой, потому что біз одан алдын 2 проект жаптық. Грамота екенімізді көрсеттік, да? То, что там біреулер бар, там проект алып сливаться етіп кетеді проект. Біз жоқ, алған екен до конца баратын едік. 11,5 миллион алдық и проектқа салдық. Қиыншылықтар болды ма? Әрине болды. Товар таба алмадық басында. Ұтып алғанға дейін негізі товар болды ғой. Товар болды, поставщик болды, бірақ ол айтты, сосын контракт біз заключать еткен екен, ол қоя алмаймын деді. Неге? Причиналар бар деді да. Мені конец года деді, уже қоя алмаймын, менде сырье жоқ. И до такой степени біз уже поискқа кірістік та. Мен поставщикті ВКонтактеде тапқам. Социальный сеть бар ғой. Сол жерде өздерінің группасы бар екен. Сол жерде таптым ғой. Өздері кофрмен, любой нәрсені шығарады. Музыканттарға чемодан істеп береді. И содан, криминалистический чемодан істейді ғой. Тех характеристикасын жіберем, Санкт-Петербургта олар, компания. Полностью қарайды. Біз олардан тек қана чемодан алуымыз керек. Еще ішінде 80-90 позиция бар. Оны өзіміз отдельно жинадық. И арасында бір өте қиын позиция бар. Өте қиын позиция. И бір сол позицияны Қазақстанда бірақ компания поставлять етеді. Ол гель. Өзі криминалистический чемодан ғой. Криминалисттер бір труп бар жерге кіреді да, адам қайтыс болса, уже иіс шыға бастайды ғой. А ол гель не істейді? Гелін ашып, мына жерге былай сүртеді. И полностью ана труптың иісі келмейді да адамға. И бір компанияда бар ғой. Негізі тендер под них было сделано. Солар кіру керек еді. Под них было сделано, потому что сол позициядан олар алып отыр да бізді. Осы жерде жеткізіп кетейік, көп адам осы жерде ойлауы мүмкін, заказчик бір кісілерге тендер ұтып береді дейді. То есть қазірдің бәкесі сол деп ойлайды. Жоқ. Негізі характеристикасын. Бұл жерде мынандай нәрсе түсіндіріп кетейік. Заказчикке бір товар керек болса, оған келісеміз ғой. Соны Google'дан табады. Характеристикасымен ұнайтын, мысалы, видеосын қарайды, суретін қарайды, істеп жатқан YouTube-тан қарайды да, и Google-ға салады, кім сатады екен. Сол компания шығады да, маған баға берші. Коммерческий приложение. Сөйтеді, бүкіл характеристикасымен коммерческий приложение береді. И сол характеристиканы тендерге салады. А ол товар тек қана ана компания ғана сатады. Жоқ, бұл жерде мынандай да, есть
қиын товарлар бар да, Иә, и жеңіл товарлар бар. Біздің енді позиция қиын товар болды да. Иә. Вот. Ол товарды негізі біреулер қояды. Именно біз қай жерден білдік? То, что сол компанияға осы тендер именно сол компанияға жасалған. Біз ұтып алған екен, аналар шықты бізге. Біздің конкуренттер шықты. Бізбен қатысқандар. Айттым, мынау позицияны бізден алсаңыздар болады деді. Қаншаға? Қымбат өте. Өте қымбат. Иә, таныс нәрсе. Иә, өте қымбат. Біз сразу білдік осы компанияның тендері екен деп. Бірақ оларға айттық, жігіттер, біз ұтып алдық па? Достойно ұтылдыңдар ма? Ұтылыңдар, болды, араласпаңдар процесске. Енді біз қалай шықтық позициядан? Именно сол гельді, былай сүртетін криминалисттер полностью нейтрализовать етеді запахтарды. То есть криминалист сүртіп полностью там қанша тұрып болса да кіріп, қанша күн жатқан болса да кіріп жұмысын істей береді. Оларға сол адамнан шыққан иіс кедергі келтірмейді, жұмысын істей береді. Біз Ресейден таптық ол позицияны, бірақ завод істемейді уже, шығармайды. Шығармайды. И біз заводны қайта жүргіздік қой. Позиция көп қой ішінде. 20 чемодан. Я точно не помню, әрбір чемодан ішіне бір 100 ба 200 дана болу керек та. И заводқа айттық, завод айтты, кішкене қымбаттау болады, без проблем, ақшасын төледік. Қайта соны запускать еттік. Сол позицияны шығарып істедік. Гелін әкеп қойдық. Енді конкуренттер ойлаған, қоя алмайсыңдар, там что, там. Мәдім жігіттер ондай болмайды ғой. Бізге бұйырған екен. Қоя алмасақ, значит так предписано, да? Но Аллаға шүкір, ол жерде заказчиктар енді өздері тоже адекватный болды, енді Министерство юстиции болған екен, серьезно ғой. Кстати, біз еще тендерда сіздің характеристикаңыз лучше болса, сіз заказчикқа предлагать етсеңіз болады да. Мұны товар емес, мұны товар лучше деп предлагать етсеңіздер болады. Сол кезде Қазақстанда заң жазатын адамның қасына кірдік біз. Ағам екеуміз. Мен қазір есімнен уже шығып тұр, 2016 жыл, декабрь айы. Кірдік, біз, олардың чемоданы кофр ғой. Кофр. Олар айтты, біз чемодан жасап береміз деді, бірақ деді, ана ішіне бәрі позицияларын салсаңыздар деді, чемоданның деді, весі 50-60 кило болады деді. Оны тартып жүру, көтеру криминалистке қиын болады деді. Сонымен біз сол Министерство юстиции бізбен контракт кім қол қойған? Заң жазатын адам қасына кірдік. Пластмассовый предлагать еттік. Тоже өте әдемі. То есть біздің предложениеміз лучше болды, өйткені пластмассовый жеңіл. Ана кофрмен жасалады да, біздіңкі жеңіл. Бірақ заказчик айтты, жоқ деді, 50 кило болады ма, 100 кило болады ма, характеристикада не жазылған, соны қойыңыздар. Біз айттық, жарайды, қойып береміз. Бірақ енді как добросовестный поставщик, оны да предлагать еттік. В общем, контрактын жаптық. Жақсы. Контрактын жаптық. Енді контрактта оларды да біраз, точнее, характеристикада қателері болған. Линейка деп жазылған ғой, точно есімде бар. Енді ана чемодан осылай ғой, где-то ширинасы. Біз 20 дана 1 метрлік линейка алып келеміз ғой. И заказчик айтады, кішкентай линейка алмаңдар ма, ішіне сиятын дейді ғой. Біз айтамыз ғой, характеристикада жазылмаған ғой дейміз оны. Сан жоқ, оны да әкеп бердік, сосын мәртебе мәз болып олар контрактын жаптық. Госучрежденияда жылдың енді аяғы болғаннан кейін заказчиктардың өздері заинтересован да контрактын жабу. Действительно сондай, көбісі ойлайды ғой. Жоқ, ондай емес, действительно заказчиктардың өздері даже 1-2 бізде позициялар январға қалып қалды. Январдың басына Ресейден келген екен. Январдың 15-теріне Ресей 10-ға дейін демалады ғой. 12-ге дейін демалады. Уже олар қол қойып берді. Біз гарантийно письмо бердік. Осы позицияларды біз 15 январға дейін қойып береміз деп. Ондай момент тоже болды. Заказчиктар өте адекватный болып шықты. Негізі госучрежденияда гос бар, нацкомпания бар, АО бар. Именно гос заказчиктар көп қыспайды да, поставщиктарды, потому что қорқады. Олар еще освоение бюджеті деген бар. Сол ақшаны түскен, өздерінің проектіне түскен ақшаны жарату керек та олар, жабу керек проект.
сондай қызық моменттер болған. чемоданға тура сонда менде болған. Алматыға 8,5 миллионға не толғамыз. Адамның аяғын сканер жасайды да, ол не жасап береді? Протез жасап береді. 3D. Ұтып алдық, менде бір қыз жұмыс жасайды. Как раз осы жерде жеткізіп жіберейін. Новичоктар подходы қандай, опытныйлардың подходы қалай. Біз ол жақта техспецификация жазылған. Кейс болу керек. Соны 3D сканердің кейсі болу керек. Бізге сататын компанияда коробкамен келген. Ол коробкада кейс болып аталады екен. Кейске санала береді екен. Сөйтіп заказчикке апардық. Заказчик тұрады да чемодан болу керек дейді. Ол жазылмаған. Ол жазылмаған кейс деген да болды. Менде қыз бар, тендершік тұрады да, соны соғысады, мен до конца барам, осыны қабылдатқызамын дейді ғой. Сосын енді мен айтайын деп жатқан нәрсе, менде де тендерге басталған кезде мен солай істейтін. Техспецификация болды. Қатып қалам өзімде. Но былай логично қарасаң, анау чемодан қымбат емес. Сатып алсам мен қатты кедей болып қалмайын. Заказчик. Но ол черный вариант. Черный вариант да ол. На черный день ол вариант. Если там суд болса, если вы проиграете, оны шығарып жауапты салуға болады. Сөйтіп, мен тұрдым да, анау кейс, енді сол марка модельдегі кейс 200-300 мың теңге тұрады. Бізде анаяқта 3,5-4 миллион пайда бар. Нормально, анадан сатып алсақ, бізге қиын емес. Мен де басында кейінде бастаған кезде заказчикпен қырылысып, соттасамыз, бүйтеміз деп постоянно солай істейтін. Бірақ негізі заказчик кейде түсіну керек. Кейбіреулер шынымен де ол мұқтаж. Бастығынан таяқ жеп қалды, техспецификацияны қате жазып қойды ма, сөйлесесің, уже түсінесің да. Заказчик енді мен бүйтіп айтпайды ғой, просто қатып тұрады болды. Өзінің позициясын көрсетіп тұрады ғой. Бірақ шын қарасаң, арт жағында там бауырым түсінші, мен ертең бастықтан таяқ жеп қаламын, просто түсініп жазбадым деген мағынада айтып жатыр да. Сөйтіп интернетті қарасақ 300 мың теңге тұрады. Сол марка модель. Бірақ сол марка модель емес, один в один біреу тұр 70 мың теңге. Один в один. 70 мың теңге заказ берді, заказчикке апарып өткіздік. Бірақ қызығы, мен қызым тұрады анаяқта гүл закупщикке бәрі болысып кетеді ол. Принципиально екен. Мойындаш сенікі дұрыс емес қой дейді анау ұялғаны. Дұрыс емес. Қабылдады да, ақша төлеп тастады. Ол бірінші случай. Екінші случай как раз қатеге қатысты. Ауыр деп жатса, оны чемоданшы. Ең бірінші тендер деген кезде мен ұтып алған керный отборник болған. Есінде ма, анау КВГ деген бар еді, циновкада тоже обжаловать етуге болатын еді ғой кезінде. Керный отборник ұтып алдық. 2 миллион теңгеге, сол кезде, жоқ, 2 миллион 400 берген, 1 миллион 800 ұтып алдық. Керный отборник деген, түсіндірейін, асфальтта тесет домалақта. Сол тесетті, соны анализге алады, асфальт дұрыс. Мысалы, талшына бар ма, шебен бар ма, асфальт бар ма, соны тексереді. Ұтып алдық, мен Қытайдан көргем. Олардың бір қателігі марка модель жасап қойған. Гольц КБ200. Болмайды оны. Ол болмайды. Мен заказчикке звондаймын да, мен тендер отмена қыламын деймін ғой. Сосын қалай отмена қыласың? Сен марка модель жасап қойғансың. Білмейді ғой өздері правиланы, білмейді. Сосын бәрі қабылдамаймын. Менде Қытайдікі бар деймін ғойшы. Олардікі салмағы 50 килограмм, 70 килограммнан аспау керек. Не более. Не более. Не более деп жазған. Бірақ 50-40 болса болады. 70 килограммға дейін болады. Қытайда ең жеңіл салмағы 100 килограмм. Ондай жоқ. Сөйтіп, мен КВГ-ға жазып жіберемін. КВГ алады да, оларда 500 мың теңге штраф қойды ғой, штраф салады. Сөйтіп оларға заказчик айтады, егер де тауар керек болмаса, заңды отмена қылсаң болады, поставщикке ешқандай обоюдно расторжение жаса дейді. Немесе енді олар не ұсынады, соны қабылда дейді. Осы маған айтады, өзімше айтып қойғанмын ғой, мен оны тауарды сатып алып қойдым, тұр менде деп қоямын ғой, мен оны әлі қарамағанмын, іздемегенмде. Сөйтті де, сөйтті ол Россияны предлагать етті. Россия ол ұзақ дайындайды екен, Қытайда дайын тұр. Сөйтіп Қытайдікін көрсеттім, Қытайды алып келді, салмағы 140 килограмм ғой. Ана 70 килограмм бір адам көтеріп, орнына қою керек та, ана 140 килограмм 4 адам көтереді. Өйде қабылдады, пайда 800 мың теңге пайда болды. Ал олардікін алып келетін болсаң, пайда емес, минусқа кетемін. Сондай случайлар жалпы историядашы. Тендерда ондай моменттер көп болады. Жақсы. Енді келесі момент. Бірінші моментте жаңа өзіңіз және ағаңызбен айналысып жүрдіңіз. Мысалы, потом масштабқа шығу, команда құру деген сияқты, уже инвесторлармен более жұмыс істей бастадыңыз. Қай момент болды, қай кезде сезіндіңіз? Және
мен примерно өзім білемін, статистика бойынша қазір примерно 15-20 миллионға жалғыз адам істей берсең болады. Примерно 15 миллионнан жоғары уже суммада қасынан 1-2-3 адам жайлап алу керек уже. Сол сізде қай этапта болды уже? Команда біз постепенно енді ана чемодан жапқаннан кейін болды ғой, уже баста границалар бәрі шешіліп тастады ғой. Бәрі мүмкін уже. Уже ана іште амбиция ұрып тұр да. Любой проект, сондай любой енді ала алмаймыз енді, конечно. Бәрі алған қалаумен енді миллиардныйға шыққан жоқпыз. Миллиардный енді участвовать еттік тоже, 2 миллиардқа. Қазақ Телекомда участвовать еттік. Там понятно өткізбеді бізді. Образец сұраған. Но ана проектін жапқаннан кейін адам, то есть біз ағам екеуміз басында имеется в виду рамкалар алынады, и бізде уже так как у нас получилось, дейді ғой орыс тілінде, келесі проекттар тоже получится. Болады, go. 30 емес 50-ге кірейік, 100-ге кірейік, 100 миллиондық проекттар. И постепенно уже системаны білгеннен кейін, мысалы 2 адам 30 миллион жапса, 4 адам 60 миллион жабу мүмкін. И команда құра бастадық. Командаға енді бізде енді ол кезде көбісі білетін еді, потому что өзіміздің наставниктар біз енді жақсы результат көрсеткен екен. Кейс түсірді ютубта, 3 кейс түсірді. И бізді адамдар уже біле бастаған екен, өздері бізге келгісі келетін еді, тендерщиктер. Осы 2 ағайынның командасы да болғым келеді деп. И постепенно біз өзіміз тоже куратор болдық. Сол куратор болдық. Астанада бірінші кураторлардан бірі болдық біз, мен, ағам. И бізде уже куратор болғаннан кейін көретін едік та, кімде потенциал бар. Кімде потенциал бар, кімде біз сияқты амбиция бар, уверенность бар, өзіне сенім да. И сол адамдармен уже бірге Амир Сәрсенбин сатып алды деген Астанада тоже Ақтөбенің тоже біздің жақын араласатын ағам болады. Соларды командаға алдық. Зафар ағам и постепенно Шыңғыз досым бар еще командаға алдық та. Біз айттық, вот проект ұтасындар, ақшаны біз тауып береміз, 50/50 ойнаймыз. Сонымен кетті ғой, басталды ғой, короче. Нац компанияға кірдік, көп нәрселер уже қоя бастадық. Любой направление. Бағанағыдай ана опытный тендерщиктар уже көрсетеді ғой, заказчиктар орындарын. Вот здесь вы правы, вот здесь не правы. Уже сондай моментте шықты да біз, реально. 2017 инвестиция тарта бастадық уже. 2017-тен бастап? Уже бір жылдан кейін. Бір жыл полный емес даже. Потому что біз 2016 декабрь жаптық қой. 2017 уже потенциалын беріп. Арасында енді факаптар болды, тоже болды. Без этого никак да. Қарызға тоже кіріп кеттік арасында. Арасында тоже біздің командада бір кісі подставлять етіп жерді, бізді қатты подставлять етті. Үлкен суммаға кірдік. Ол қарызаны жаптық полностью. Енді сол период 2016-дан 2020-ға дейін мен ағам қайтыс болғаннан кейін уже тоқтата бастадым бұл направление. Біз жақсы прям развиваться еттік. Таныстар көбейе бастады. Қазір менің мысалы инвесторларым бар да. Уже звондап постоянно хабарлап тұрады, Толықбек ақша керек емес па деп та. Мен айтамын, мен уже өзім инвесторым деймін да. Рахмет деймін. Сол өте такой прорывный год болды ғой. Осы 4 жыл. 16, 17, 18, 19, 20. 20 уже полный емес. 20-да 3-4 проект болды. И то ағамның проекттары. Негізі, учитывая біздің положение, Қазақстанның положениесі, финанс көп Қазақстанда. Мен өзім тоже по привлечению инвестиций оқыдым. 2 рет оқам. Жақсы эксперттерді. Инсайдерский информация 2019 жыл оқам. 100 триллион теңге депозитный счеттарда жатыр да адамдардың. Солардан шығаруға болады. Мынандай нәрсе, оны да мен білем, жалпы. Менде инвестор достарым тоже көп қой. Елде ақша бар. Көп. Бірақ ақшаны істейтін, ақшаны жүргізетін адам аз. Да. Сол ақшаны алып, ары қарай 2 есе 3 есе ақшаны алып. Негізі Қазақстанда тендер один из такой надежный проект қой, направление. Проект емес, направление деп айтамын, тендер. Оған себеп бар, өйткені государство, біздің государство да бірінші болып өзін ойлайды. Жаман мағынада емес, жақсы мағынада.
мысалы государственный өте көп өзінің потребностьтары бар да, закуптары бар, работа, услуга, үшке бөлінеді ғой енді тендер. Сол, и алла сақтасын, соғыс болса да тендер болады. Соғыс болса да спрос болады. То есть бұл направление до такой степени надежный, да? Ақша бар направление, да? Рынок бар, үлкен рынок. Сол себептен Марғұлан ағамыз айтады ғой, инвестируй туда, откуда ты поднялся дейді. Сол себептен мен өзім сол тендерді жақсы білетін үшін, гарантированный покупатель бар, гарантированный ақша төлейтін учреждение болған үшін мен ақырын өзімді инвестицияда тестировать ете бастадым. Вот. Мынандай сұрақ. Ценовкада қанша тендер өттіңіз? Открытый конкурста қанша? Ну, в основном, байқағаным, ценовкада қанша болдыңыз? Потом риск открытый конкурсқа өтіп кеттіңіз. Біз енді ценовкада проигрыштар көп болды. Проигрыштар көп. Вероятности выигрыша аз ғой ол жерде, и маржа аз. Сол себептен наса негімізге айтқанбыз, осылай потолокқа қадалдық, только конкурсқа кіріңдер деді. И уже конкурсқа кіргеннен кейін біз ценовкаға вообще кірмес едік ценовкаға, потому что смысл жоқ еді. И сол уже 2017-ден бастап уже біз ценовкаға кірмейміз. Мен жаңа айтқандай өзім шәкірттерім бар. Мен көптеген тендершілерді тоже оқытқам, оқытып жатырмын. Мақсат жаңа айтқандай, өзім командам алып, жаңа өзіңізде жақсы нәтиже көрсетіп жатқан балалар көрдім да, соны өзім командамы тартып алдым деген сияқты. Дәл бізде де сондай. Командамызға аламыз, олар үйретеміз, командада жұмыс жасайды. Сөйтіп тендеріне инвестиция аламыз. Бүкіл жұмысын, 80-90% жұмысын жеңілдетеміз. Біздің компания, біздің ақша, біздің жүйе. Енді бірақ байқаймын, әлі де тендершілердің 80-90% тек қана ценовкада, тек қана тауарда, тек қана жеңілдеді. Потолокта уже. Открытый конкурстен ой құжат керек, анау керек, мынаны толтыру керек, там разбираться ету керек. Енді қалай ойлайсыз, не үшін жалпы, не үшін адамдар да сондай теліп қалады? Не үшін открытый конкурсқа өткісі келмейді? Адам өз басына өткісі келмейді. Ценовкада жүр, комфортно. Зона комфорта ұнайды. Бұл жерде тендер бол, ответственность қой, үлкен ответственность. Көбісі енді легко преподносить етті рынокта. На самом деле бұл жерде бухгалтерияны білу керек. Бұл жерде импортный документ деген бар. Бұл жерде финанс бар, аналитика бар. Сол ответственностьтен көбісі алғысы келмейді ғой. Қазақстаннан алып қойып берсем деп ойлайды да көбісі. Налогта оптимизация бар. Налог бар мысалға да, мысалы бір товарлар бар, оны поставлять ету үшін КМБ-ның разрешениесі керек. Көбісі білмейді оны техникада жазылмайды. Но товарын алып келу үшін КМБ-ға барып жазылмайды ғой. Сол себептен көп адамдар осы процессті өздеріне алғысы келмейді да. Ондай процесстарды амбиция, цель қойған адамдар алдына цель, мақсат қояды да, и без разницы дейді. Кіммен сөйлесу керек, қандай вопрос решать ету керек, шешем дейді де, алдыға кетеді. Этими отличается бизнесмен от предпринимателя. Предприниматель өзінің кішкентай өмірі бар да, а бизнесмен басады только вперед. Осы как раз осы сұрақ. Тендерге дейін бизнес болды ғой? Болды, Сол бизнес болды, ол жақта ИП ашылды, ИП ТО болды. ИП болды. ИП болды. Мысалы мен білемін да, енді менде тендерге ИП болды, там патент деген нәрсе болды, мысалы ол кезде. Упрощенный режим деген нәрсе жоқ. Патент ол даже ИП емес қой. Негізі ИП, патент, определенный өзіңе парк қоясың, соған налог төлейсің болды. Потом тендерге кейін упрощенный режим болды. Бірақ былай айтайын, тендер келгеннен кейін мен құжатқа қатысты, заңға қатысты, бухгалтерияға қатысты, растамашқа қатысты бүкіл нәрсені білдім. Мен айтайын, даже кейбір бухгалтер білмейтін нәрселерді мен оларға үйретіп шайнап беріп тұрмын. Дұрыс па? Енді себебі тендерде қандай юрист болсын, қандай адвокат болсын, қандай бухгалтер болсын, қандай финансист болсын, тендер әлем бұл специфичный әлем да. Ол жаққа басқаша подход керек. Мен де жаңа байқап жатырмын, сондай нәрсе сізде болды ма? То есть тендерде мен заңға қатысты, бухгалтерияға қатысты көп нәрсе алдым деген нәрсе болды ма? Әрине, бұл тендер направление адамды всесторонне развивать етеді ғой. Всесторонне. Просто возьмем Китай. Қытайға шықтық біз, ол кезде вообще Қытай деген
сомнение ғой үлкен. Некачественный товар, могут кинуть деген понятиялар бар. Иә, сондай ой еді. Әрине, до этого времени көбісі даже так ойлайды. Маған айтады да, сен китайский машина алдың дейді да. А сен машинаң Қытайда шығады ғой деймін да. Қазірдің өзінде BMW, Mercedes бәрі шығып отыр ғой. Енді мен айтпақшы болғаным, тендер әр жақтан развивать етеді адамды. Иә. Бір дегенде да, мысалы, адамдар бірінші бухгалтерияны изучать етеді ғой. Сосын басқа направление бұл жерде жоқ. Бұл жерде даже мен өзім юридический образованием болмаса да процессте участвовать еткем. Сотқа қатысым, адвокат болып. Хотя мен шығаруға болмайды негізі, допускать етуге болмайды защитаға. Почему? Потому что менде корочкам жоқ та. Иә. Болған. То есть мен өзім компаниямды защищать еткем, налоговойдан звондаған кезде тоже вопростар решать еткенбіз. Заң бойынша ешкімге там ақша не бермей. И вот Қытайға шыққан кезде еще раз біздің рамкамыз, но Ресейге шықтық қой, конкурсқа шықтық, и баста бір определенный рамка болды ғой. Иә. И одан да үлкен рамка бар да, ол Қытай. И біз Қытайға шыққаннан кейін Қытайдың полностью нюанстарын білгеннен кейін, что можно товар заказать официально без кидока, да, кидать етпей там. Біз білдік да то, что есть еще огромный рынок. Особенно Қытаймен көбісі біз Қытаймен алып товарын қытайша білесіздер ма дейді да. Мен айтамын жоқ деймін да. Қалай сөйлесесіздер дейді да. Қазіргі таңда ол китайскийін білу керек емес, даже прям полностью ағылшын тілін білу керек емес деймін да. Переводчик бар, переводчикпен. Кстати, благодаря Китаю мен ағылшын тілін нормально тартып алдым да. Смело в любой жерде ағылшын тілмен сөйлесе беремін да. Сол, в этой связи бұл направление, тендерный направление, мен өте өз тағдырыма, алама сансыз шүкір деймін да. Жақсы мені тартты да со всех сторон. Аналитика, привлечение инвестиций. Привлечение инвестиций деген ол бір өмір ғой, вообще отдельный бір өмір. Когда ты там защищаешь себя, өз инвесторың қасында проектін защищать етесің бар ма, өзің там достойный екенін көрсетесің, ол вообще ол басқа өмірде ол. Иә. Иә, инвестиция тарту үшін репутация керек қой. Бірінші орында репутация. Яғни сенде қандай жағдай болса да ашық айта білу. Иә. Көбісі білмейді оны. Көбісі факап болса сразу тығып қалады. Ана не бар ғой, черепаха басын кіргізіп алады ғой. Сол сияқты алады да, маған тимеңдер дейді. Телефон алмайды. Иә, телефон алмайды. Болған енді бізде сондай проекттер. Негізі инвестиция адамды действительно ответственностьны өсіреді. Адам басында взрослый болады. Менде осы как раз инвестицияға айтып кетейін. Менде қазір инвесторлар көп, тоже таныстар, біраз пайда аламын. Былай айтайын, или былай айтайыншы, 2019 жылы оқыдыңыз ғой. Қазір нарықта инвестиция оқытатын адам өте аз. Оқытатын болса, кем 2-3 миллион теңге бір оқытады. Иә, мен өзім 1 миллиондық курста оқыдым. 2019-да. 19-да. И жақсы результат көрсеткеннен кейін мені куратор қылып шығарды. Сол басқа жақта. Сол инвестиция саласы. Инвестиция бойынша сіз экспертсіз. Получается. Инвестиция тарту бойынша. Тарту и беру бойынша тоже. Беру бойынша. Жақсы. Беру бойынша тоже. Менде 2 продукт бар ғой. Тендерді новичоктар оқытамын. Ценовкада базовый нәрселер. Тез кіру үшінші. Екінші опытныларды оқытамын. Углубленный. Ценовкада жүрген адамдар открыт конкурсқа, работаға, және де команда қалай құруға болады. Және вот именно инвесторлармен подход қалай. Жаңағыдай 2 миллион теңге деп жатқан нәрсе менің программаларым бар да. Потом шынымен де күшті. Не үшін айтып жатқан, менде боль деп айтпайын. Мен андайдым да, мен андай. Жалпы өзім мен жабық адам. Басынан тендермен айналысқан кезде мен ешқашанда бір инвестордан ақша алмаймын. Тек қана өзім ақшамен ғана өсем деп істеген адам едім. Сен белгілі бір оборотта өскеннен кейін уже андай потолок. Потолокқа неткеннен кейін уже өзіңді раздавать етіп бастайсың ғой. То есть принциптарды уже сындыру керек. Мақұл. Ең бірінші инвесторлар сол таныстар, достар, туысқандар, бірінші сондай болады. Солай болады. Бізде де сондай болды. Потом уже өзің уже проекттерді жапқаннан кейін сен туралы біреу айтады ғой. Мысалы, менде жұмыстағы бір қыз айтты деген сияқты. Сарафанный радио. Кетті. Сонымен кездесесің, білмейсің ғой, қалай сөйлесетін. Потом уже өзің инвестор болғаннан кейін, уже инвесторлық адамдар қалай келетін, сол кезде көріп бастадым. Там күшті киім киіп алады, күшті ресторан шақырады.
мен бірінші инвестормен кездескен кезде андай приорамен барғам, шаң жан жақтан соғылған, еще аэропортта еще күтіп отыр ғой мен инвестор, еще жарты сағат кешігіп барамын ғой. Оны күтіп аламын да. Ана инвестордың впечатлениясы ол кетті ғой, короче, что за несерьезный да деп. Күтіп алдым, Таразда вообще нотариусқа баруымыз керек. Еще сондай договормен еще нотариус біреу де істемейді ғой. Қаланы сонымен бірге нотариус аралап жүрміз ғой. Сөйттім де бір нотариус таптық, бір договорға 2-3 күн жүрді ғой. Сөйтіп бір неге барамыз, Таразда Изюм деген бар, профцентр. Сол жақта жарты сағат күттік, очередь, тамақ іштік. Бірақ мен офисіме келгеннен ол басқаша болды, өзгерді. Мен офисімде жұмыс істеп көрді, балалар четкий екен шынымен деді. Просто Бақытжан бірінші рет инвестор тартып жатыр деді. Офис көргеннен кейін, вот Бақытжанда істеп жатыр деді. Түсінікті? И қазір сонымен доспыз, әлі араласып жүрміз. Машалла. Иә, менде бәрі инвесторлармен доспын. Тем более бір-екі инвесторларға сондай бізді кидат еткеннен кейін ақшаны вовремя қоя алмай қалдым. 5 инвестор болған. Арасында 3-мен жақсы болдым. Ана екеуі өлтірем, соғам деп солай болып кетті. Өлтірсең де өлтіріңдер, тағдыр болса солай өлек дедім да, неге мен. Бірақ қойдым бәрін, ақшасын қойып бердім. Аллаға шүкір, ол момент тоже адамды қатты испытать етеді. Иә, осы жерде жеткізе алмайтын нәрсе бар. Өз ақшаң болған кезде расслабленный болып кетеді екенсің. Иә, солға ответственность. Иә. Ответственность. Мен тоже учениктарыма айтам, қорықпаңдар инвестиция алуға. Иә. Олар айтады да, ой, оны беру керек. Әрине, сен өзің ответственностьтің повышать етпесең, осылай жүре бересің деймін да, өзің ақшамен. Кстати, мен программада тоже бар привлечение инвестиций. Осы жерде айтып кетейік. Бізде Ұлықбек мырза P2B бойынша жалпы эксперт. Тоже Қазақстанда мен байқап жатырмын, номер 1 десек те болады. Мен енді өзім номер 1 деп айтпаймын. Мен сырттан байқағанда солай ойлаймын жеке өзім. Иә. Енді былай деп айтсақ болады, номер 1 ол кім? Номер 1 ол өзінің учениктарын результатқа жеткізетін адамдар. Номер 1 ол кісілерге иск болу керек емес та. Иск. Мысалы, қазір мен айтып өтем, негізі біздің Қазақстанда көп группа болса да айтамын, инфо-цыгандар көп та. Инфо-цыганерка деген канал бар Телеграмда. Көрдім, мен тіркелдім де бір қарап шықтым. Сол проекттің жүргізетін біз 3-4 бала. Бізге көп адамдар шығады, жалобыца етіп. Ұлықбек аға ақшаны алып оқытпады, связға шықпай жатыр деп. 2 юристім бердім уже. Біраз ақшалар қайтарылып жатыр. То есть біз обучениеден басқа еще сол направление развивать етеміз. Адамдарға көмек береміз ақшаларын қайтаруға. Вот, и почти көбісіне бар да, көп эксперттарда иск поданный бар да, недоразумение бар. Менде Аллаға шүкір қазір осы таңға дейін 265 адамды оқыттым. Бір иск жоқ, бір недовольство жоқ, Аллаға шүкір. Адам бар жерде недоразумение болады ғой. Біз ол недоразумениеден сразу вопрос көтеріп шешеміз. Бірақ искқа дейін олай дело жеткізбейміз да. Номер 1 сондай болу керек та. Номер 1 деген сол командам бар өзім тоже. 6 кісі командамда. Өздері полностью управлять етеді, бәрін кураторларым бар. Аллаға шүкір. Жақсы көмек береді. Мен іштеңе істемесем де жоқ екенін білдірмейді да. Сол. Сервисқа қатты біз не істейміз. И бізде обучение, мысалы, көбісі қалай? Обучение 1 ай өтеді, и уже ұмытып кетеді ғой учениктарды. Бізде подход вообще иной. Бізде 2 тариф бар, резидент пен VIP. Резидентқа кірген адам 1 жылдық наставничествода болады. Обучение өтеді, и 1 жыл біздің закрытый комьюнитиде болады. Екіншісі VIP, олар обучениеден өтеді, и постоянный доступ. Ондай продукт бере алмайды ешкім. Жақсы. Этим и отличаемся. Номер 1, наверное, со стороны виднее. Бұған әлі ораламыз, себебі, яғни бұл тақырып, жаңа айтқандай, қазіргі бизнес бар ғой, соған дейін қалай сіз жеттіңіз сол туралы. Бірақ сол біз тендер арқылы, тендерді более раскрывать етейік. Сол команда құрғаннан кейін бірінші не нәрсе, жақсы пайдасы, маржасы жоғары тендер, ол открытый конкурс, аукцион, самұрық қазына. Иә, самұрыққа шықтық. Работа услуга кірдіңіз ба?
жоқ, работаусуға кірмедік. Потому что біз білдік, то, что біз өте мықты экспертпіз именно поставка жағында. Поставка бойынша әркімнің өзінің бір эксперттілігі бар. Иә. Команда құрдыңыз. Командамен болды. уже жаңа Рокфеллер айтады ғой, мысалы, бір адамнан 100% выжимать еткенше, лучше 100 адамнан 1% выжимать еткен дұрыс деген сияқты. Команданың уже силасын түсіне бастадық. Особенно когда бір партнер деп айтар едік біз. Сотрудник емес. Өйткені сотрудник зарплатада отырады. Партнер доляда отыр. Бір партнер западқа шығады, бір партнер югқа шығады, уже қызық бола бастады да біздің компанияда. Звондайды. Бірақ отчет беріп тұрады бізге. Өйткені біз компанияны бердік, ПКО бар бізде ол кезде. Компанияны бердік, ақша біз шығарып тұрмыз. Бәрі инвестицияны тартып. Олар бізге отчет береді. И сол кезде мен түсіндім ғой. Опа, я уже не предприниматель. Уже бизнесмен өстім деп. Да. Я уже бизнесмен, соответственно, соған жараса уже вопростарда серьезно бола бастады. Уже біз біле бастадық та, қай регионда заказчиктардың характері қандай. Уже білесің. Қай заказчикпен қалай сөйлесу керек. Как раз осы жерде осындай сұрақ. Командасы бар бизнесменнің негізгі істейтін жұмысы. Контролировать процесс. Қандай процесстар? Поставка, ақша. Контроль. Басқару, ақшаны басқару, қай кезде нені төлеу керек. Мысалы, компанияда не бар? Сотрудниктар бар, соларды контролировать ету. План орындау. Налогтан мынанша тендер. Отчет, план, бухгалтерия, финансы. Входящие финансы. Инвестиция. Инвестормен келісу, ақшаны тарту. Строго өзім істейтін бәрін. Ешкімге бермейсіз. Жоқ. Заявка беру, техническасын тексеру. Оны ағам полностью контролировать етеді. Өзім ағам полностью внутрянка. Мен тексеретін, договоры тексеретін кейбір заказчиктар өздерін тартады ғой одеялын. Образно айтып жатырмын, одеяло тарту деген өздері под себя істейді. Солны контролировать етер едім мен. Так очень ответственный моменттерін контролировать етер едім. Сосын сроки поставки. Мысалы, задержка болса өзім жазатын едім письмоларды. Инвестиция өзім контролировать етеді. И бухгалтерия. Жақсы. Ағам полностью внутрянка. Жауап беретін еді. Жақсы. Тағы мынандай сұрақ. Мысалы, новичоктар, мынандай нәрсе, тендерде ақша табу анық. Мен тендер арқылы көтерілгем. 100% айдам тендер арқылы көтерілгем. Бар ғой мынандай адамдар, әйел кісілер болады. Осы әйел кісілер эмоцияға берілгіш кісілер ғой. Там сәліне тоқса, ойбай, мынандай, мысалы, болмайды ғой, қиын ғой, ақша лақтырып кетеді, ақша бермей қалады ғой деген сияқты. Сол сияқты кейбір ер кісілер жаңағыдай шаблонный кісілер. К сожалению, бар ондайлар. Енді олар кіру үшін, сол шаблон сындырып уже бастап кету үшін қандай қадамдар қажет деп ойлайсыз? Бұл жерде в первую очередь енді адам өзіне ответственность қой. Мың мықты экспертті оқыса да өзіне ответственность болып действиясы болмаса результатқа жетпейді. Әдемі сөз, жалпы бізде, менде сонда, мен сол себептен ең бірінші сабағым мышление. Мышление жаңағыдай, жалпы мынандай нәрсе бар. Енді келісесіз ба, келіспейсіз ба? Адамдар біреу инициативный болып беруге дайын болмаса, ол ешқашан ала алмайды. Жоқ. Ол да бір қабілеттің бірі. Исходящая энергия дейді ғой. Ол қабілеттің бірі ғой. Сол қабілетті өзгерту керек. И жаңағыдай қаншама курс оқыса да, белгілі бір қабілетті өзінің ұстанымдарын өзгертпесе, ол дамуға уже қиын болады. Оны мен де айтамын учениктарға. Сол сияқты жаңағыдай уәдесінде тұру. Адам өзіне өзі қою керек та. Өз-өзіне цель, өзіне өзі сөз беру керек басында. Егер сол қабілет болмаса, әр қашанда қаша береді. Отмазка таба береді. Өзіне өзің қаша алмайсың ғой. Өмір өтіп баратыр. Қайда қашасың? Ол өмір берілген, что достойный өмір сүру үшін де қашанға дейін. Енді ол қабілеттер ғой. Енді мынандай нәрсе. Мен ойлаймын, просто егер сол қабілеттер болмаса, ол миды өшіріп тастап бастау керек та. Просто отключи ешқандай эмоцияны да, ойды, ештеңе керек емес. Регламент болады, сол регламент өшіріп таста, просто келіп өшіріп таста, тупо андай робот сияқты адам атынан бір исследовать ету керексің. Вот. Сондай нәрсе.
мақұл сондай да алып келдік оны миындағы коронаны шешіп тастадық. Шешіп тастадық та просто отыр андай бірінші классқа келген бала сияқты ешқандай қырсық мінез жоқ. Соған қандай нелер керек, инструменттер керек, не істеу керек ол? Ну, в первую очередь наставник. Жақсы наставник болу керек, иә. Наставниктің таңдауда тоже анализ деген нәрсе бар. Кімде әдемі реклама емес, кім әдемі оқытады, дұрыс оқытады, соған бару керек. Бірінші жаңағыдай ішімен өзі командасы бар ма, өзі тендерге қатысып жүр ма? Келу керек офисқа, мысалы менде в центре города Астанада офисім бар. Обязательно келу керек, сол наставникпен сөйлесу керек. Бәріміздің инстаграмымыз бар ғой, қазір таңда вообще бір адамға шығу вообще қиын емес. Любой адамға шығуға болады да. И программаны изучать ету керек. И наставниктің айтқанын істеу керек болды. Айтқанын істеймін деп өзіне уәде беру керек та. Уәде демекші. Тек қана ала беретін болсаң, маған бер, маған осылай жасап бер дейтін болса, болмайды результат. 90% адам өзінен результат. Мысалы, менен сұрайды да, қосып өтейін. Менде тоже енді продукт программаларым бар ғой. Олықбек гарантия бересіз ба дейді да. Неге деймін? Мен результатқа шығамын. Жоқ деймін да мен. Яғни кісі біртүрлі болады да. Уже қазір үйреніп қалған, бәрінде гарантия бар. Бар эксперттер гарантия береді, ақшасын алып алады да, кидать етіп жібереді. Мен айтамын, менің сайтымда тұрған бүткіл программаны өтіп беруге мен гарантия беремін. Бірақ ол 10% болады сізді результатқа жеткізу үшін. 90% сіздің действияңыз. Біз көбірек береміз гарантия. Біз айтамыз, 50% әрекет бізден. Біз теорияны, практиканы береміз. 50% сізден отдача болмаса, сол алған ақпаратты алып, пошагово соны істеуге дайын болмасаңыз, гарантия жоқ. А егер де соны істесеңіз, жалпы статистика бар бізде, гарантия, что ұтасыз. Жоқ, біз неге 90 дейміз, просто ол кезде уже адам ойланады да, о, действительно, мұның обучениесі там простой емес, әрекет жасау керек деп. То есть біз уже во время консультации адамға түсіндіреміз да, кіресің ба, істеуің керек. Уәде беріп өзіңе. Кірмейсің ба, болмайды результат. Мынандай сұрақ, новичоктар не істедік? Үйреттік, дұрыс па? Енді бірінші нәрсе, коронаны шешу. Жалпы мен былай айтар едім, адамның дамуына бірінші қадам өзінің қателігін мойындаудан басталады. Яғни мен білім алудан қиындаумын, мен басыма ақпарат кірмейді деген сияқты да, звезда болмау да, мен цифраға жоқпын деген сияқты, яғни мен уәде орындай алмаймын, мысалы кейде секіріп кетемін деген сияқты бір нені мойындаудан басталады. Прям ашық айт. Бірақ мен қолдан келгенше беріліп істеуге дайынмын деген сияқты. Все, мойындады, бастады. Енді ода ақша жоқ. Мысалы, біріншіден енді сылтау ғой, енді бұл отмазка деген айтып отырсыз ғой, сылтау тақырыбы. Мен де өзім мышленімді айтамын, жалпы сылтауға қатысты более четкий разбор жасаймын. Мен кәдімгі ашам. Сылтау это байқап жатқаным, Қазақстанда 10 адам болатын болса, примерно 6-7 адамның проблемасы. Ол нәрсе менде де болады кейде. Хочется кейде расслабиться и позвонить там, мысалы, мен де ауырып қалдым, бір нәрсе болып қалды, хочется. Но не істейсің, сен білесің да, жалпы. Жауапкершілік бар. Қой, мен тұрайын, шаршап тұрсам да, барайын, вопрос шешейін дейсің да, и өзімен жұмыс істейсің. Анау мойындады өзінің қателігін, тендер қатысып бастады, қанша ақшасы бар, 50 мың теңгеге, мысалы, бірінші тендерін ұтты, бірақ ары қарай өсенсе ақшасы жоқ. Мысалы. Ақша негізі көп, мен бағана айтқандай, бірінші очередь ақшаны близкий кругтан іздеу керек. Мен де дәл өзім сабағым соны айтамын. Близкий круг. Близкий кругты қайдан шығарамыз? Бізде тоже енді обучениемізде бар ол нәрсе. Телефон. Контакт. Менде 4000 адамның контакты бар. 4000 адамның ішінен 50 адам жиналады контакт. 50 адам қандай адам болу керек? Лайфхактарын айтайын, обучениеде айтады. Құнды ақпарат дейші. Ол кісілер жақында Lexus алған болу керек, квартира алған болу керек, зарплатадан зарплатаға жүрген адамдар емес. Ақшасы бар адамдар. И 50 контакт жиналады, сол 50 контактқа рассылка жасалады. Мен осынай направлениеға инвестиция тартып жатырмын, осынай сумма, инвестор осынай уақытта, осынай сумма үстінен табады, табыс.
бүткіл контрактты заң бойынша юридически заключать етеміз. Біреу айтады спам жіберме, біреу недовольны болады, бірақ конверсия бар өзі. 50 адамдан воронкасы бар, иә. 3-5 адам интересация етіп шығады. Ол бірақ канал мен айтып жатқан. Бірақ канал. Одан басқа социальный сет бар, сторисларымыз бар. Біздің уақытта бизнес жасау өте жеңіл. Өйткені Instagram, Facebook, WhatsApp деген социальный сет. Әлеуметтік желілер арқылы. И жалпы сіз айтқан нәрсені тоже біздің сабақта бар. Дәл осылай айтамын. Бірақ ұсынар алдында сенде хотя бы сенің қанша ақшаға мүмкіндігің бар. Мысалы 100 мың, 200 мың теңге отырған мүмкіндігің бар ғой. Бір 4-5 ұтып жап. Иә, ол финотчетность дейді. Кейс ретінде. Да. Ол не үшін? Сенде рычагыңда, егер де сенде ұтпаған болса да беру мүмкін, но инвестор өзіңкін көп диктовать ету мүмкін да. Иә. А егер де сенде жұтқан болса, сенде уже уверенность бар. Мен жауып көргем, пайда тауып көргем. Біз енді ақшамен айналысқаннан кейін финотчетность деп айтамыз оны. Мысалы бізге айтады Олпек, сіздің салаңыз қанша ақшамен бастауға болады. Мен айтамын, жігіттер, көп ақша керек емес. $1000, $2000 2 апта айналдырамыз. 2 аптадан кейін бізде өзіміздің определенный цифраларымыз болады, финотчетность. И сол финотчетностьті біз уже инвесторға көрсетеміз. Міне осы салада, осы инструментті мен ақша тауып жатырмын, осындай табыс бар. Капиталды увеличить ету керек. Болды. Көп ақыл керек емес та негізі. Тендерда да солай. Тендерда да солай. Под залог бар, договор займа бар, под долю бар, 3 направления. Біз 3 направления. Под залог ол енді полностью на черный день. Фикс бар. Вот. И бір метод бар тоже енді. Сіздің оқырмандарыңызға лайфхак айтып кетейін. Ол методты тоже біз инвестиция тарту бойынша сабағында. Мынандай нәрсе бар ма? Как раз енді біздің оқырмандарға бір сыйлық болсын, да? Да. Как инвестордың атынан бір кішігірім бір какой-то чек-лист бар ма, бере аласыз ба? Бере аламын. Иә, оқырмандарға кімдерге береміз оны? Өзіне уәде қойып действовать ететін адамдарға. Жоқ, енді бір әрекет жасау керек қой, комментарий бір нәрсе жазсын ба? Олар жақтан ба? Аха. Подписаться етсін бізге. То есть Ұлықбек мырзаның және мен аккаунтын подписаться етеміз. И, скорее всего, мынандай комментарийге бір қызықты сұрақ қойсын. Сұрақ қойсын, соның арасында береміз чек-лист. Инвестор тарту бойынша бір чек-лист береміз. Береміз. Который негізі бар чек-лист. Қазақстан нарығына инвестиция оқытатын именно эксперт өте аз. Оның оқуларын мен білем. Мысалы, мен таныстар көп қой. 1,5-2 миллион теңгені жоғары тұрады. Сол бойынша кішігірім чек-лист бересіз. Береміз чек-лист. Жақсы, оралайық. Енді инвестор тапты. Негізі ақша алған екен уже болды ана кісі. Сұрақ. Мысалы, инвестор 100 миллион беруге дайынмын дейді. Мысалы, 300 мың теңге, 400 мың ұтып жүрген адам сразу 100 миллионға ұтқаны дұрыс па? Қалай болу керек? 100 миллион өзіне жараса вопростар болады. Ақырын шығу керек ол орынға. Асықпау керек емес. Адам ол инструмент болды, инвестиция алды ғой. Болды ол мышлениесі ауысады. Дәл осы жерде, скорее всего, былай, бір рет инвестиция алып, сол проект жауып, инвестор өзінің пайдасын берді, және өзі пайдасын алғаннан кейін мышление ауысады. Да. А то жоқ, алған кезде мынандай эйфория болады. Опа, ақша бар екен ғой. И жапқан кезде уже басқа, жапқан кезде у меня получилось деген. Скорее всего, бұндай кісілер бөлінеді ау деймін. Мысалы, ол нәрсе менде болды. Мен өзім тендерге инженер болып жүрдім да, ол кезде 2014-2015 инженер кезінде 500-600 мың теңге ай сайын налегке табатын. Бірақ сол 500-600 мың теңге. И тендерде 1-2 миллион теңге қолға ұстаған кезде қолым дірілдеді. Не в прямом смысле, не істеймін бұл ақшаны деген сияқты. Дәл сол жерде грубо болса да айтамын, қуып кету керек емес та. Енді осы жерде мынандай нәрсе. 200-300 мың теңге тауып жүрген адам, оған инвестор 5 миллион теңге счетына аударған кезде бірінші вариант қуып кету мүмкін. Қуып кетеді, бар ондайлар. Ақшаны шашып тастауы мүмкін. И егер де өзін сезінсе, анан қайтармаса да, оған жауапкершілік жоқ екенін сезінсе, шынымен де қуып кетеді, қайтармауы мүмкін. Совет айтам, пока сіздер инвестиция алынды ғой, сол проектті жаппағанше,
ол ақша сіздікі емес. Мгм. Вы не имеете права трогать эти деньги. Иә. Вообще полностью ақша жабылғаннан кейін акт қойылады, ақша түседі полностью. После этого уже енді бұл жерде адам өзіне байланысты ғой. Бұл жерде енді кішкене былай ақша не үшін келіп жатыр? Уже адамға бір не ашылды ғой. Алла Тағала жақтан финансовый есік ашылды ғой. Келіп жатыр ақша. Дәл осы жерде любой кісі, енді Аллаға сенетін кісі да, білу керек та, что вас начали испытывать. Алла Тағала сізді уже испытаниен жақсылықпен басталды да, уже испытание. Ақша, дүние, ол да испытание. Если сіз ішетін болсаңыз, шегетін болсаңыз, или там басқа направлениеде қуып жүретін болсаңыздар, миллиард кірсін жетпейді. Береке болмайды. Сол жерде адам точно осознанно білу керек. Ол тем более тендердан оңай келмейді ақша. Біраз процесстер, біраз сұрақтарды жабу керек ол ақша келу үшін. Вот, и, конечно же, ол тоже ақша түскеннен кейін уже адам уже тестировать етіледі да, финансово грамотный он или нет. Сол себептен жаңа бізде, менде өзім программада мышление бар. Айтқандай, сен бірінші ақшаға, үлкен ақша өтердің алдында жаңа қабілетті дамытып ал. Қателігін мойындау. Жаңағыдай қосып кетейін. Не үшін адамдар инвестор таба алмайды? Көкіректік та. Контактың ішінде 50 адам бар ғой. Бар. Оның ішінде бір ағасы бар, бизнесмен, танысы бар, ақшасы бар. Но барып звондаса, как будто оны унижать ететін сияқты кейін. Мысалы, Бақытжан, сен ақша алып едің ғой кезінде, білесің ба? Маған кеп едің ғой деген сияқты сөз айтады. Лучше танымайтын біреуден алған дұрыс деп ойлайды. Лучше танымайтын адамдан алуға да болады. Тоже өзінің техникасы бар. Конечно, лучше танымайтын адамдан. Но мен айтайын, жаңа айтқандай, қабілетке қатысты көкірегін баста бар да, саған нәтиже маңызды ма, әлде сенің эгоң маңызды ма? Бар да, сөйлес. Өте дұрыс. Енді ары қарай саған қалай өсіп, мынандай сөз бар тағы. Енді мен бір ұстазым айтады, сен хотя бір рет болса да басыңды иш дейді, кейін нәтиже көрсеткеннен бүкіл әлем саған басын ет дейді. Енді бизнес тоже как отношение ғой. Отношение. Бизнесқа әйеліміз бар, бәрі добиваться еткенбіз ғой енді. Солай ғой. Добиваться ету керек, отношение сияқты. Дәл уже добиваться еткеннен кейін қасымызда болады ғой, әйеліміз сияқты. Дұрыс. Сондай. Пример. Бонус, күшті, мощный бонус. Сол себептен бизнесқа аямау керек та өзімізді аямауымыз. Адаммен жұмыс жасалады да. Инвестор болсын, басқа заказчик болсын. Көбісі қорқады заказчикке баруға. Бізде айтатын едік, куратор болған кезде, қорықпаңдар, заказчик тоже как вы люди. Сіздер сияқты. Ол отыр, мен сұрағым кім жауап береді деп та. Сіз келесіз. Мен 23-те бастасам, министерствода болғам, бәрі любой жерде болғам да уже. Нацкомпанияларда өзім машина отырып шығып кете берердім да любой жерде. Күшті ғой. Вообще крутой кейс та. И адам тоже өсет басында. Мышлениесі өсет. Сол себептен, әрине, если адам қасына цель қойды, бір бизнес бастайым, бір уровеньға шығарам десе, тоқтамау керек. Осы жаңа жалғасып кетейін. Сол қабілеттерді болу керек. Көкірегіңді бас, және уәдеңде тұра білу керексің. Обязательно. Мысалы, айттың секіріп кетпеу керексің. Сол қабілет болса, саған хоть 100 миллион болса да проблема емес. Сол сен получаешь кішкентай суммада жаңа дамытып ал. Бір уәде берін орындайсың. Алдын ба до конца істейсің. Басқаны алдына сен бүйтіп көкірек бол, мен деп бармайсың. Басың иді, то есть сен нақты нәтиже үшін жалпы бәріне дайын болғысың. Жаңа күшті айтты да, то есть бұл отношениеде жұмыс істеу керексің. То есть сен сабырмен қыз адам демекші, танысасың, мысалы сыйлығын бересің, добивать етесің, олды жоқ сынады. Ужинға шығарасың. Потом в итоге сен оның несін, скажем, сен оған қызық болғаннан кейін уже ұсынасың, давай үйленейік дейсің, потом уже күшті бір отбасы боласың демекші. Сол сияқты бизнесте ты должен добивать сабырлықпен, этап-этаппен. Сен сол нәрсені өте білсең, инвестиция алдың, тендер жабасың, пайдаңды алдың, бір рет орындағаннан кейін уже сен нақты сенде белгілі бір қадамдар сформироваться етеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже адамдар уже біледі ғой, не істеу керек екенін. Айтады, давай тағы да повторить етейік. 3 миллион емес, 10 миллионмен. И қайда кіреді? 5 миллион болсын, в принципе, 500 миллион болсын, бүкіл процедура бір. Бірақ енді уже үлкен сумма болғаннан кейін, мынандай нәрсе уже
сумма үлкейген сайын лишний шаг уже лишняя опасность деген сияқты. Да. Иә. Ответственность, риски үлкен болады. Поэтому Бірақ принцип работы сонда бірдей. принцип работы бірдей. Жаңа өзіміз де 500 миллионға дейін тендер қатыстық. 1,5 миллиардқа да қатыстық жаңа айтқандай. Бірақ 1,5 миллиардта ұтып аламыз. Енді осы жерде кесе айтсақ болады. Енді неде болды? Ақтауда учебный кабинеттер 371 миллион болды, там 400 миллион, жалпы қосқан 1,5 миллиард. Енді бұл жерде тех спецификасы қиын, короче, А4-ге неге вводқа салсаң 40 па бит қой. Анамын адам кірмейді ғой. Иә. И бұл жақта учебный кабинет болғаннан кейін түсіндірейін, бұл жақта көп товар бар. Детальдар көп. И әр детальға марка модель жазу керексің, завод изготовитель жазу керексің. Еще заказчик сайтқа ссылка сал деген ғой. То есть әр товардың, сол товар қай сатылады, сайтқа ссылка салып қою керексің. Учебный кабинет қойғам мен. Иә. Біз 2-3 қойдық. Сол білгеннен кейін кіріп отырмыз ғой. Бәрін санадық. Пайда бар, маржа жақсы. Пайда көп. Маржа жақсы. Пайда көп. Мысалы, өте керемет. Иә. Айтпаш осыған қатысты күшті лайфхак айтамын. Вообще ондай, скорее всего, ондай нәрсе білмеймін, көп адам істемеген де шығар. Вот прямо істемеген де шығар. Бірінші мынаны айтып болайын. Кірдік, ұттық. Ұтқаннан кейін обжаловать етіп лақтырып тастайды. Қайтып қалсамыз, қатарға қайта отырамыз. Ең соңында заказчик ДВГ 3 тарапты соттасып кетті ғой. Вот. Но в итоге алмадық. Бұл жерде ешқандай не емес, просто тех спецификация ғой, қиын. Иә. Ондай моменттер болады. Учебный кабинет қатысты бір история айтайын. Күшті қызық история. Тендерге қатыстық. 200 миллионға жуықтау тендер. Санадық, себестоимость 100 миллион теңге. Біз санадық 143 миллион теңге бердік. 143 миллион. 43 миллион теңге пайда. Қатыстық, ұттық. Бірінші орын 143 миллион теңге, екінші орын 179 миллион теңге. Машалла. То есть екінші орын 179 миллион теңге, мә дедік. Радиус. Қатты түсіп садық деді, 36 миллион разница. Демпинг үлкен болды да. Иә. Ол кезде демпинг жоқ. Не кезінде ғой? Карантин кезінде, помнишь, не болды ғой? ЧПМ болды. Иә, ЧПМ. Ол кезде қол қоймасаң черный списокқа кетпейсің. Пеня жүрмейді, мысалы, штраф болмайды. Финустойчивость енді болды. Иә. Одан кейін болды. Отып алдық. Ана 36 миллионға разница ішіміз күйеді ғой. Иә, болады ондай. Бізде де болған. Не істеді? Екінші орын компания қатысақ, пустышка компания ғой. Кеше ғана ашылған. Соған звондаймыз ғой. Короче, сіз ұтып алдыңыздар. Давай кездесейік. Не болды? Ну, бір тема бар. Жақсы кездестік. Мен айтамын, сен компанияны сатып алайын деп. Сатып алайыншы деймін ғой. Контрактпен бірге. Иә, контрактпен бірге. Договор маған келді. Сатып аламын да. Тоғышқа болды ма? О да тоғышқа. Менде тоғышқа. Тоғышқа сатып алу болады. Сөйтем де, сосын айтады, сатам дейді, 25 миллион дейді ғой. Вот переговоры демекші, сабырлық керек қой. Иә, вообще басқа дүние ғой переговоры. Иә, еще мынандай нәрсе. Мысалы мен не мынандай, краткосрочный да, я жоқ болды сондаймын. Мен сәл сабырлық аздау. Мен прямолинейнімін да. Бірақ осы жерде қолдану керек. Жалпы керек жерде керек адам қолдана білу керек. Енді переговорға жақын менде таныс кісі бар, командамда, соны шақырып алдым. Ол сабырлықпен, мыжғылап. Өзінің техникалары болады. Иә. Бардық, 25 миллион қазір қойып бересің дейді ақшаны. Мен онда ақша жоқ, 25 миллион бермеймін деймін. Айттық, кешке тағы кездестік. Ойлана кешке кездестік, ол тағы условия түсті енді. Түседі ғой, ровно месяц. Сөйттік те, в итоге 25 миллион емес, қанша деді? 21 миллион разница, все, 15 миллионға. Машалла. 15 миллионға келістік. 10 миллион скидка қопты. Иә, 7,5 миллион қазір береміз, 7,5 миллион договор жабамыз, ақша түседі сол кезде. И ол осы компанияда учредитель болып тұрады пока. Жабылмағанша. Сол келістік, в итоге 143 миллион үстіне тағы 21 миллион қосылды. Күшті. Пайда. 7,5 миллион беріп, проект жаптық. Біткеннен кейін оған 7,5 миллион. Бірінші орын отказ берді. ЧС-ға кетпейді. Карантин кезінде. Сөйтіп екінші орынға келді, екінші орынға орындаймыз ғой. Күшті. То есть осылай. То есть айтайын деп жатқан бұл жерде тендерде нестандартное мышление керек та. Иә. Нестандартное мышление и нестандартное мышление здесь и сейчас керек. Иә. Здесь и сейчас. Ондай мышление көп адамда жоқ. И жаңа айтқанда тағы бір лайфхак. Адамдармен ұрысуға любой момент болады да. Иә, ол последний этап.
білмеймін, мен бизнесқа келгеннен кейін папам марқұм иманды болсын постоянно айтар еді, сен бизнесменсің, дипломат болуың керек болды. 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 Келісе білу керексің. Дипломат болуың керек. Дипломат деген ол вежливый, спасибо, будьте добры, всего доброго, сол ғой. Ешкіммен ұрыспайсың. Ол бизнесменнің качествосы емес. Осыған қатысты өте лайфхактар көп. Жаңа айтқандай, біреу тендер ұту керек қой, под себя техспецификация жасады ғой. Мен сонда өте көп тендер ұттым. Өте көп. Бірақ ешқашанда заказчикпен ұрыспаймын, поставщикқа ұрыспаймын. Ұрысуға болмайды. Просто айтамын, давай лучше бірге істейік. И менде өте көп болды. Ұтып аламын, полный под ключ поставщик өзі өткізіп, заказчикке қабылдатқызып, еще заказчикке ақшаны ертерек аудартқызып береді ғой. Бізде болған. И өзің пайдан көресің. Менде сондай проекттер болған. Мен заказчикті көрмеген вообще. Көп менде. Салып жіберем, болды, қабылдап алады. Документтерін почтамен жіберем. Ақшаны салып жібереді, болды. Көп заказчиктерін көрмеген мен даже. Особенно запад бар ғой. Западқа бару, месторождение қиындау ғой. Полностью логистический жолдарын изучать етіп, солай поставить етіп жүрдік. Жақсы. Так, енді мынандай нәрсе. Біз нені талқыладық? Инвестицияны талқыладық. Сразу үлкен суммаға өтпеу керек. Ақырын. Кішкентай сумманы өзіңе бір прогонять етіп ал, орындап ал, өзің көрсет. Кейін жайлап сумманы үлкейтесің. Енді сізге қатысты. Тендерден не үшін кеттіңіз жалпы? Енді үлкен бір причина бұл ағам болды. Ағам қайтыс болғаннан кейін уже енді үлкен процесс қой команда. Командада распад болды. Біреу кетті. Мен бір өзім қалдым. И то карантин кезі еді, қиын моменттер болды. Мен бір определенный ақшамен қалып қалдым да. Карантин болды. Ашық контракттар болды. Менде Қызылордада, Павлодарда и Ақтауда 3 контракт, ағам қайтыс болғаннан кейін 3 ағам контракты қалды. Соларын жаптым. Өзім бәрін жаптым да, и қолымда ақша қалды. Енді нормальный ақша. И ол жерде карантин кезінде бір такой нестабильный момент болды ғой. Мен даже бір айдың ішіне сол папам ағам қайтыс болғаннан кейін мен уже дайын болдым да, мен де кетуім мүмкін. Сондай момент болды да. Потому что өзім папам жаназасында тұрып, басқа туысым қайтыс болды да. Осы жаназадан жаназаға жүретін момент болды. Есіне емес стористерді қарағам я. И мен ойладым да, по-моему, ондай кезде өлімді қатты ойлайды ғой адам. Потому что менде қатты ауырдым да, карантин, коронавирус болды. Мен де кетіп қаламын деп ойладым да. И уже до такой степени бизнес туралы ойламайсың да ол жерде. Ол жерде определенный ақшаң бар, и оны қазір бір жаққа направить ету өзің самостоятельно. Мынандай ситуацияда, тем более психологически подавленный болдым мен. 6 ай маған уақыт керек болды өзіме келуге. Намазға түстім сразу. Намаз көмектесе бастады, сабыр арқылы. И мен ол ақшаны просто ұстауға ақым жоқ еді. Финансовый грамотный адам под подушкой ақша ұстамайды. Вот. И мен сол тендерді саласында тоже басқа игроктар бар, мықты игроктар. Енді біз тендерде жүргенде білеміз ғой кім қалай жүреді. Айтпақшы, Ұлықбек сізден студенттерге инвестиция алсақ бола ма деп отыр. Бізде қазір сол туралы талқылаймыз. Сізбен біраз болды ғой, эту тему мы обсуждали. Сол вопрос тоже хотим инвестировать. Потому что уверен, мен человек добросовестный, открытый. И мен өзім постоянно сондай адамдарын іздеймін да. Жақсы партнерларды іздеймін. Бір адаммен істеу керек емес, несколько адаммен істеу керек да. Потому что бір ақшаны бір корзинада все яйца не надо держать дейді да. Корзина түсіп қалатын болса, бәрі яйца. Жалпы және инвестор осознавать ету керек, что рисктерде болуы мүмкін. Соған дайын да болу керек. Әрине. Тура сол тендер сияқты, мысалы бәрі гладко бола бермейді. Бір жерде по нулям шығасың, бір жерде минусқа кетесің, дұрыс санамау арқылы. Жоқ, ол әрине. Мысалы маған тоже таныстарым бар, Ұлықбек
қалай сонша ақшаны инвестировать етіп спокойно өмір сүресің дейді да. Мен айтамын аллаға тапсырамын бәрін деймін да. иә осы жерде мен как раз бір нәрсе айтып кетейін құндылыққа қатысты. Көп адам былай ойлайды, яғни себептер деген білім ғой, білім инструменттері. Мен бүкіл себептерін жасадым, бүкіл варианттардың бәрін қарастырдым, бірақ бәрі что-то не получается дейді. Тағы да істеу керек. Иә. Жалпы былай айтамын да, осы жерде себептерді қара, жаса. Бірақ осы себептер жасағаннан кейін Аллахқа тәуекел ет та. Иә. Тәуекел қанша мықты болса. Иә. То есть осыдан кейін тапсырасың. Иә. Бір адамдар просто себептерін жасамайды, только Аллахқа тәуекел ете салады. Ол дұрыс емес. Адамдар өзінің жағдайын ауыстырмағанша Алла Тағала жағдайын ауыстырмайды дейді ғой Құранда. Ол бір, екінші, в общем, үш нәрсе бар. Біреу тек қана тәуекел етеді, ол да дұрыс емес. Жоқ. Екінші, тек қана себептерге сүйенеді, ол дұрыс емес. Ол да дұрыс емес. Негізі екеуі болу керек. Себептерін жаса, себептерден білім аласың, адамдармен сөйлесесің, бүкіл варианттардың бәрін қарастырасың, осыдан кейін Аллахқа тапсырасың. Иә. Сондай нәрсе, және инвестицияға қатысты нәрсе ғой. Инвестицияға қатысты нәрсе, мен инвестировать ететін білетін адамдар, мен инвестициямен айналысатын адамдар көп, мен арқылы тоже инвестиция жасайды олар. Финсовет деп айтпаймын мен, бірақ сұрайды да, учениктарым бар, лишний ақшалары бар. Олқбек, бізде тоже ақшамыз бар, не істейік, қалай істейік. Мен айтамын, финсовет емес, но мен қай жерде ақшам инвестиция жасаймын, сіздерге айта аламын деп түсіндіріп айтамын. И бір күні сол инвестиция жасайтын компанияда кішкене задержка болды. И мен танысым тоже ақша салған. Бірақ мен айтқам, бәріне заранее айтқам, мен финсовет бермеймін. Компания жабылып қалуы мүмкін, руководитель бұл өмірден өтіп қалуы мүмкін, мысалға. Ешкім гарантия бермейді ғой біз ертең оянуымызға, дұрыс па? Иә. И олар жақтан паника уже чувствовать етіп жатырмын да, маған жазады, Олқбек, там не болып жатыр, мен айтамын, сабыр. Сабыр. Сіз положениеңізде, менде сондай положение. Қалай сіз спокойно істейді? Мен не істей аламын? Алланың планы ғой. Сол контракт жабылуда Алланың планы. Контракт шығуда Алланың планы. Мен не істей аламын? Істей алмаймын. Нервничать не болады. Өзіме зиян болады. Қалай дейді, вот как вы к этому пришли дейді, вот спокойствие. Только тәуекел. Тәуекел етем. Болса болды, болмаса, значит Алланың қалауы. Тоже испытание. Жақсы. Все. Жалпы оны естідік. Жалпы сол тендерден кейін, карантиннен кейін, бұл жерде тендерге қатысы жоқ, жалпы жеке өзінің личный белгілі бір не болды, проблема болды, содан кейін оны тастадыңыз да. Уже тендершілерге инвестициялай бастадыңыз. Яғни көзіңіз жетті, ол жақта ақша бар екен. Өйткені сол мен салған ақшам тендерден келді. Салған ақшам тендерден келді. И тендерға сала бастадым. Вообще инвестиция негізі бұл негізі адам не теория Кассираля деген кітап бар. Направление 4-ке бөлінеді. Студент, самозанятый, бизнес и инвестиция. Инвестиция ең үстіне тұрады. Басын айтып қайталап жүрсіз? Студент, сосын самозанятый, фрилансерлар, бизнес, инвестиция. Былай айтайын. Мен оны оқыған жоқпын ол кітапты, бірақ осы 4 мен өзім сабағымды үйретемін. Ол өз опытымнан. Теория Кассираля деген кітап бар, ана привлечение инвестицияды біз оқыдық. Если сіздер табыстарыңыздың 50% и выше расход жасайтын болсаңыздар, сіздер раб деп саналасыздар деп айтылған да сол кітапта. То есть өздеріңізге раб ақша тауып жаратасыңдар. И маған сол, енді оны мен 2019 оқыдым ғой, 2020 инвестициямен бастадым да уже. И маған сол қызық болды да. Лишний ақша тұру керек емес, под подушкой, потому что бәріміз білеміз, теңгенің құны кетеді жылдан жылға, инфляция бар. Ақша жұмыс істеу керек. Ақша жұмыс істеу керек. И маған қызық болды сол. Негізі көбісі ойлайды ғой, инвестор, күшті, ештеңе істеймін. Жоқ, ол жерде то, что мен внутри у меня что происходит, анау адам оны шыдай алмайды да. Он постепенно келу керек да. Постепенно оған келу керек. Мысалы, бизнесменға қарайды адамдар,
сырттан спокойный, да. Иә, өмірі прям шоколад деп ойлайды да, на А самом деле бірақ ондай іште емес. деген ана проект не болып жатыр, ана инвестиция салдым, не ол қашан қайтады, ана проектте көмектесіп жіберу керек па деген сияқты. Баста миллион вопрос. Иә. Мен Ол иногда таныс нәрсе. әйелім кешірсін, мен сөйлейді еспеймін ғой, короче. А? Сөйлейді, маған еспей қаламын да. Иә. Басымда өзіммен өзім сөйлесіп жүремін да. Иә. Сосын айтамын да, кешірші, не дедің, қайталашы деймін да. Иә. Сондай ғой, негізі. Инвестиция жақсы, да. Дивиденд деген күшті. Ештеңе істемейсің, ақша саған жұмыс жасайды. Но оған өзіне жараса психологический моменттер бар да. Терпение. Иә. Сондай. Все. Инвестицияға келдім. Түсіндік. И инвестициядан кейін 2022-ге дейін зона комфортқа түсіп қалдым ғой. Ақша келіп жатыр. Ақша келіп жатыр. Ақша келіп жатыр. Сол негізгі табыс көзі сол тенденция инвестиция саласы. Иә. Содан пайда түседі. Иә. Кстати, мен еще как важный момент айтып өтейін. Ақша түскен кезде, мен инвестицияны бастаған кезімде қарызым бар еді. Аха. 30 миллион. 30 миллион теңге. 30 миллион қарызым бар еді. И 30 миллион бар еді, менде суммам бар. 30 миллион жауып аламын да сразу. Но жапқан жоқпын. Жапқан жоқ. Инвесторларым көрген болса, кешірсін, мен көретін болса. Мен не істедім? Мен инвестиция салып, дивидендпен жауып тастадым. Жақсы. То есть уже 2022-ге дейін жұмыс жасаған жоқпын, дивиденд арқылы өмір сүрдім и қарыздарын жауып тастадым. Дивиденд Чисто дивиденд арқылы. Сол в основном инвестиция дивиденді жақсы сол тендер арқылы болды. Иә, государство, грубо айтқанда, государство мен қарызым жауап берді. Но мен тек қана бір финансово грамотный действие жасадым, болды. Бәрі тендердан келіп жатқан ақша. Бәрі. Инвестиция еще жеке өзіңіздің ақшаңыз емес, салып жатқан, иә? Жоқ. Өзім ақшамды сосын инфобиз направление развивать еттік. Крипто направление, содан кейін уже тапқан ақшамды, личный ақшамды салам инвестицияға. Осы жерде енді қозғап жерге болады. Осыдан кейін уже уақыт болғаннан кейін, получается, зона комфорта кіріп алғаннан кейін. Иә, адам зона комфортта, мен өзімді ана темір бір жерде тұрса шірейді ғой. Солай сезіне бастадым да, как будто бірдеңеден қалып баратырмын. 2016 жылдан бері, помимо тендеров, мен криптаны изучать ететін едім. Криптаны изучать, сол, особенно ана бір өзіміздің партнеріміз болды, крипто жағынан кидат етті да бізді. Содан кейін углубленно изучать ете бастадым. Изучать еттім, сосын 2022-де P2P направлениясын адамның икигай болу керек та. Мысалы, икигай деген жақсы көрген жұмысы да. Жақсы көргеннен бөлек, сол жақсы көрген нәрсе еще оған ақша алып келу керек, қоғамға еще пайда істеу керек деген өз нелері бар. Мен қашан білдім то, что у меня жақсы вот получается адамдарын үйрету. Куратор болдық қой біз сол кезде. Прям обратный связь, точнее отзыв учениктардан жақсы етті. Сосын көп эксперттер, в том числе и вы, да, Китай туралы үйретіңдерші. Айтпақшы, бізде Ұлықбек біздің студенттерге онлайн Қытай бойынша сабақ. Басқа еще эксперттер шақырды мен. И мен түсіндім то, что у меня получается доносить, жақсы получается доносить людям, знания беру, да. И мен сол жақтан уже жұмыс жасап бастадым. Үйретсем қалай болады. Икигай деген ол сен жақсы көрген жұмысын, ол жұмысқа сенде постоянно энергия бар да. Ол ана зарплатаға жұмыс істеп жатқан жұмыс емес. Саат 6-ны күтіп отырып қашады адамдар, ол жұмыс емес ол. Икигай деген сол направление, где ты постоянно энергияң бар да. Мысалы, мен любое время учениктармен связға шығамын. Өткенде учениктармен связға шықтық, 5 сағат отырыппыз. Зумда 5 сағат. Қалай уақыт кетіп қалған? Білмеймін да, қалай өтіп қалған. Ол икигай деп айтылады да, адам шаршамайды. И мен сол икигайымды іздей бастадым. И сол икигай уже маған доход кіргізсін деп, сол направлениені біз запускать еттік. Білімше төртеуі бар, соны икигай болу үшін. Жаңағыдай, ол нәрсе жұмыс оған ұнау керек. Екінші, ол ақша алып келу керек оған. Үшінші, қоғамға пайда істеу керек. Потом төртіншісі мен есімде жоқ. Егер соның бәрі қосқан кезде сол икигай болып саналады. Икигай деп саналады. Бар адамдар мен жақсы көремін жұмыс, бірақ оны ақша алып келмейді да, басқа пайдасы да жоқ. Сол нәрсе болса,
керемет нәрсе. Адам сол өзін 2 жыл тапты. мен икигайымды іздедім да. А, 2 жыл икигайымды іздедім. Тем более сол ана тендер саласында біз обучение өткенде бізді қайта шығара береді да, неге? Мастер-класстарға біз өзіміз барып Ақтау, Ақтөбе, Алматы, Астанада ночь стриттар өткізер едік. Ана жерде залда 100-150 адам отыр да. Сол, и біз білдік то, что, точнее, мен өзім білдім, что менде жақсы получаться етеді осы нәрселер. И постепенно икигайым прокачивать ете бастадым. Аллаға шүкір. Қазір таңда жаман емес результаттарымыз. Өзім командам бар, маған көмек беретін. Құрметті оқырмандар, жаңағыдай, егер тендерге қатысты ақпараттар қызық болып жатса, мына жақта сілтеме болады, менікі телеграм-канал және мен инстаграм бар. 2 каналға тіркеліп қойсаңыздар болады, құнды ақпараттар өте көп болады. Жалпы P2B туралы маған да қызық. Ол жақтан жалпы ақша табу емес, жалпы негізгі менің табысым тендер ғой. Көп адам маған жазады инстаграм тоже. Бақытжан мырза, мынандай проект бар, салсаң көп ақша табасыз деген сияқты. Мен де жаңа ұстаным санам. Сен қай жақта ақша тауып жатсың, сол жаққа инвестиция сал. Болды, сол жақтан ақша тап, болды, басқа нәрсе секірме. Егер де сол бизнесті күшейтетін бір направление болса, сол жаққа салуға болады. Дополнительно. А басқа танымайтын неге салмаймын. P2B маған да қызық. Қазір мысалы шетелге барасың, мысалы Дубайдан квартираларды там USDT-мен сатып алып жатыр. Мысалшы. Турцияда дамыған. Сол нәрсе қызық болғаннан кейін маған да изучать еткім келеді. Цифровой актив қой бұл. Қазір заман соған өтіп жатыр. Өтіп жатыр. Біздің банктар соглашение уже болып жатыр. Қазақстан өзінде сырттан келген биржалардың лицензиялары бар, өзімізде отечественный өзіміздің лицензиясы бар, биржалар бар, криптобиржалар бар. Негізі Қазақстан біздің мемлекет топ 30 мемлекеттер по цифровизацияға кіреді списокқа. МФЦ бар бізде, оператор полностью контролировать етеді. Экспода орналасқан. Ресеймен алып қарайтын болсақ, біздің позицияны біз қайда алындамыз? Мен қайда естілем. алындамыз біз? Бізде жаңағыдай Каспий банк бар, мысалы Европаға барсаң бәрі наличкамен төлеп жатады, мысалшы әліге дейін. Біздің нені оцифровканы қарасам, таң қалады, естисің да. Енді құрметті оқырмандар, қараңыздар, жаңа инвестицияға қатысты чек-лист бар ғой. Және де егер де P2B арбитражы бойынша қызық болып жатса, мына жақта Ұлыбек мырзаның инстаграмын белгілеп кетемін. Соған өтіп, тіркеліп, тендер сөзін жазсаңыздар, сізге инвестицияға қатысты чек-лист береді. Берем. Жалпы біздің бүгін подкаст бітті. Біраз пайдасы алды деймін. Өзім де пайда алып қалдым біраз нәрсе. Енді дәл осындай көптеген бизнес иелерін шақыратын боламыз. Көп адамдар сол тендер арқылы келді. Көп адам оны ашпайды негізі. Біз енді қазақи осындай тендерге қатысты подкаст ашатын боламыз. Жалпы мен қараймын, в принципе, біз бірінші рет осылай ашып жатқан сияқты. Негізі бұл направление закрыто ғой такой. Көбісі айтқысы келмейді. Біз ашамыз, ашық ашамыз. Неге дейтін болса, былай айтайын, бізде нақты үлкен сумма тендер ұтқан, кәдімгідей жапқан, үлкен пайда тапқан тендершілер көп. Бірақ оларды көп адам ашылып жатқан жоқ, өзден айтпайды да. Біз енді соны ашып бастаймыз. Пайдамыз істейсін деп айттық, біз де өзіміз бөлістік. Қазақстан бойынша жақсы тендершілер, көп адам мені қарайды, мені сыйлайды, менімен араласады. Соның барлығын сіздерге көрсететін боламыз, және ашатын боламыз. Күшті проект, күшті. Рахмет. Полезный болған болса, жазыңыздар комментарияға. Лайк қойыңыздар. Рахмет, подписка жасаңыздар. Бәкеңе маған пайдамыз тиді деп ойлаймын. Қуаныштымын. Рахмет, Бәке. Қуаныштымын.